Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Енді осы рушылдықтан барып, бүгінгі қазақ қоғамындағы сайлау, мына аталмыш депутаттық сайлауды көріп, мен мына осы замандағы жаңа ераның 2023 жылындағы костюм шалбар киген, қылқынып, мына кеңірдегіне көбелек галстук таққан, сықиып алып, интеллигенсіп, зиялым сынып, орыс тілді акцентпен жаңағы орысша термин қосып сөйлеп, өбектікті бұлай, сөбектікті бұлай, ана аспектіден айтқанда, мына сәспектіден биткенде деп былжырап өзінше қазақ түсінбейтін тілменен сөйлеп, бытқып жүрген сол интеллигенсімсіген, жаңағы шешенсіген сол сұмырай сайлауға қатысушылардың қазіргі қалын көріп, кешегі далада сүйегі шашылып, тұқымы құрып кеткен маялар мен әстектерден айырмасы жоқ екенін білдім. Маялар мен әстектерден бар айырмасы, маялар әстектер тек әуретін, Құдай берген ұятты жерін жабатын, беліне бір жапырақ байлап алды, не бір матама, теріме байлап алды. Ал біздің сұмырайлардың бар өскен жеткен жер қылқынып галстук байлап алып, мынау жаңағы сол галстуктерін байлап алып, оның жаңағы беліне, ұятты жеріне жапырақ байлап алған маялардан айырмасын көріп тұрған жоқпын. Енді әркім, әр тайпа, әр руы сол өзінің руына барып, өзінің руынан жаңағы жақтасыз деп, маған дауыс бер деп жатқанын көрген кезде, мынау отаршыл орыстардың бөліп алда билей бер деген саясатымен әбден уланған, отаршылдардың ілім-білім тәрбиесін көрген, өз халқына жау болып отырған қазақ билігінің қазіргі тағы бір арамзалығын көрдім. Орыстардың бөліп алда билей бер дейтін бір сөзін айтатын. Енді мен орысша жақсы білмеймін. Орысшасын енді білетіндер жазыңыздаршы астына. Бөліп алда билей бер дегенді. Раздевай и власти дей ма бірдеңе дейді. Мен енді орысша я люблю тебядан басқа көп сөз білмеймін. Енді қараңыздар. Сол бөліп алда билей берден шыққан қазір билік мына қазақты бірігіп кетпесін деп, анау Назарбаев кезінен бұл қазақтың басын қоспау үшін, бір атаның баласы болып үйіспау үшін, бір аттанға атқа мініп жиналмау үшін, бір үндеумен бір ұран тасталғанда алаңға шықпау үшін, бұл қазақты бір жерде отырғызбас үшін қаншама арамыза сұрқия жұмыс жасаса, енді сол сұрқиялықтың біреуі осы жолғы сайлау болды. Қазіргі қазақтың баласы мына депутат болса бүкіл дүниені қолында дөңгелететіндей болып, мына биліктің бәрі Мәскеудің қолында екенін білмей, мына бүкіл билік Путиннің қолында екенін білмей, мына Путиннің басы байлы, құлақ кесті, таңбалы құлы болып отырған Тоқаевтың мына сайлауына қатысып, өздері депутат болса, мына халыққа бір жағдай жасайтындай болып жанталасып жүр. Мен бұл адамдарды екіге айырам. Бірі, оның ішінде, осы команданың ішінде әбден екі қолы қанға малынған ұры-қары қарақшылар бар. Бір. Екіншісі, өзім жақсы көретін, сыйлайтын бір ағаларым мен бауырларым да жүр. Өзім де жақсы көретін, сыйлайтын. Ол жарықтықтардың, ол жаңағы мен сыйлайтын ағаларымның, олардың ойынша билікке арамыза парақор, құдайсыз, жемқор, сорлы келгенше мен барып, мүмкін болса халқымның, қазағымның жағдайын жақсартармын дейді. Мен барып сол биліктің жағдайын жақсартармын дейді. Әгіні естіп жылағың келеді. Ол халықты алдай түсу, өзін алдау және халықты алдау. Халықтың, қазақтың жағдайы одан жақсармайды. Билік ұзараса өзінің қазіргі басы байлы құлдарын, яғни біздің заң жасайды деген лаумейкерлерімізді, заң жасаушыларымызды, сол қазіргі өңкөй арамыза сұрқия, өңкөй суайттардан жиналған команданың шетін бұзбайды. Тек қазақ қоғамындағы халыққа танымал ұзаса 10-15 адамды командасына қосады. Содан халық, демократия деген нәрсе ақырын-ақырын келе жатыр екен ғой деп, тағы жастығын биікке қойып, жамбастап ұйқыға кетеді. Анығында
eşтеңке де өзгермейді. Eşтеңке де өзгермейді. Міне, әңгіме қайда жатыр. Әңгіме қайда жатыр. Біздің қазіргі тайпашылдық деңгейіміз кешегі Құдайдың хикметіменен қынадай қырылып қалған маялар әстектерден еш айырмасы жоқ. Бар айырмасы біз костюм шалбар киіппіз. Ал олар әуретін жапырақпен ғана жауып болды. Бір жақсы азаматтар жүр. Жаның ашиды. Олардың уәждеріне қарасаң қаразы басатындай. Ана ұрығарлар, суайттар болғанша мен болайын дейді. Енді бір қызығы осы сайлауда қалың Қытайдың басыбайлы иттері жүр. Қытайдың басыбайлы иттері жүр. Бұл Қытайдың басыбайлы иттерінің атын атап түсін түстеп қойдық. Пекиннен бір тұтас бұйрық келгендей, аттан дегендей. Бұл Қытайдың Қазақстанға жіберген шпиондары, Қытайдың лоббилері, Қытайдың жұмсақ күштері, Қытайды судан тұнық сүттен ақ қылып дәріптейтіндер, бізді сотқа бергендер. Бұлар аяқ астынан бір сәтте лап беріп, сайлауға түскені Қытай компартиясы менен Тоқаевтың ымырасы. Тоқаев қайтты, сен орыстың әскерін кіргіздің, бәленбай қарыз алдың, орыстыққа сонша беріліп кеткеніңде, мына қарызды сен тағы алатын десең, онда мына біздің команданы қоясың деді. Тоқаев, окей, хорошо деді, болды бітті. Сонымен сол Қытайдың ымырасы мен Тоқаевтың Қытаймен ымырасы бойынша Қытайдан көшіп келген, өздері Қытай диаспорасы деп атаған. Өздері Қытай диаспорасы деп атаған адамдар. Бізді сотқа сүйреген адамдар. Қытайда қазақтарға геноцид жасап жатқанда Қытайда ақтаған сұмырайлар қазір депутаттыққа таласып жатыр. Нені қалқан қылады олар? Олар ұлтшылдықты дәріптей ала ма? Жоқ. Енді олардың қолында бір ғана құрал бар, ол рушылдық. Ол тайпашылдық. Ол осы руды нұсқағып, басына анау руларының жай кезде кие бермейтін қалпақтарын киіп, бас киімдерін киіп, сол руларының атында салған, кездерінде өздері күні бұрын дайындап, Қытай компартиясы ана жақта мешіттерді шағып жатқанмен, мына жақта бұлардың қолына ақша беріп, жаңағы мешіттер салғызып қойды. Неге? Ана руластарының алдында бедел жиып, ана қазақтарды шынайы ұлтшылдардың артынан кетіп қалмасын. Мынау сияқты Қытайдың басыбайлы иттерінің, Қытай ең соңында Қытайдың сызған сызығынан шықпайтын иттердің артынан ілестіру үшін сөйтіп қойды. Оларға ана Зұқа батырдың бәлен жылдығын өткізіп қояды. Ана жақта Зұқаның атын атауға тиым салады. Бірақ мына жақта өзінің иттерін жіберіп, Зұқа батырдың бәлен жылдығын өткізіп қояды. Тіпті Зұқа батырдың тіке ұрпағы далада қалып, аналар Зұқаның атын жамылып кетеді. Зұқа батырдың тіке ұрпағы міне Қалман Қизатұлы Зұқа батыр немересі қасымызда. Ол ана атасының бәлен жылдығын өткізіп жатқан Қытайшылдар сахнада Зұқа батыр деп сайлағанда ауыз аңқайып, көзенегін қайта-қайта алып, ана төменде аты да аталмай, Құдай-ау, Зұқаның немересі менмін бе, мыналар ма деп ауыз аңқайып қалады. Бұл жерде Қытайдың мақсаты не? Аналарды сол өзінің тайпаластарына Зұқаны туғып көтерген, сондай бір нет, сөйтіп сол рушылдықты, көмескі рушылдықты біртіндеп, ана кәмпит қып жағып, астына жаңағы Қытайшылдық деп. Рушылдық кәмпит. Орайтын кәмпиттің қағазы. Бірақ оның ішінде, ана қағаздың ішінде, ана Қытайшылдықтың уы жатыр. Сонымен қазіргі рушыл қазақтың дені анығында түп нұсқасында Қытайшылдар. Олар таза Қытайдың иттері. Бірақ олар дауыс жинау үшін, халықтың алдында өздерінің Қытайшыл екендігін жасыру үшін рушыл болып жүр.